Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен баклажанны роллы дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 баклажан қажет болады. Менде холодильникте біраз уақыт тұрып қалған баклажан бар еді. Соның керек емес жерлерін барлығын алып тастадым да. Мына осылайша ұзынша қылып бөліктерге бөліп алатын боламыз. Сәл қатты жұқа болып кетпесін, барлығын осылай бөліп алып, тарелкеге салып шығатын боламыз. Және үстіне тұз сеуіп шығамыз, барлық баклажанымыз үстіне. Одан кейін жұмыртқамызды алып, кішкене араластырып жіберіп, және осындай панировочный сухари қажет болады. Одан кейін баклажанымыздың тек бір-ақ жағын жұмыртқаға толықтай батырып шығамыз, бір жағын ғана батырамыз. Одан кейін панировочный сухариге де батырып шығып, алдын ала дайындалған осылайша ыдысымызға барлығын тізіп шығатын боламыз. Одан кейін оны 180 градусқа 15 минутта пісіріп алып шығамыз. Одан кейін міне қызанағымызды дайындаймыз. Қызанағымызды ұзыншалап қылып турап алатын боламыз. Менде 1,5 помидор кетті. Бұл менде кішкене 2 баклажан болғаннан кейін сіздер өздеріңіз баклажандарыңызға қарай қолданасыздар. Укропымызды да майдалап турап, майонезді де керегінше пайдаланасыздар. Сарымсағымызды да үккіштен өткізіп алатын боламыз. Және жаңағы туралған укропымызды саламыз. Укропымызды салып, кішкене араластырып жібереміз де роллымызды дайындауға кірісеміз. Баклажанымызға жаңағы салмамызды жағып аламыз және қызанағымызды алып, осылайша видеода көрсетілгендей орап шығатын боламыз. Арасына салатный листья салсаңыздар да өте дәмді шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Міне, роллымыз дайын болып шықты, өте дәмді шығады. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Захинур асханасы. Ас болсын!